Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай өте нәзік, тойымды, фаршированный баклажандарды қалай оп-оңай жасауға болатындығын көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген, ешқандай қиындығы жоқ. Көбіне үйде бар ингредиенттерден жасалады және пісуі де ұзақ емес. Ең алдымен осылай баклажанымызды, немесе сіздерде баялды деп айтуға да осы кейбір жерлерде. Баклажанымызды жуып тазалап алғаннан кейін осылайша екі бөлікке бөліп дайындап алатын боламыз. Содан кейін пышақтың көмегімен ішкі жағын үңгіп алып тастаймыз. Алып тастағанда осы ішкі жағында пайдаланатын боламыз салмасы ретінде. Сол үшін де осылай пышақтың көмегімен кубик ретінде кесіп, барлығын тарелкаға аударып аламыз. Достар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, және осы видеоға өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей баклажандарымыз дайын болды. Ендігі сәтте пиязымызды кішігірім кубик ретінде турап алатын боламыз. Мінекей пиязымызды барлығын кубиктеп алдық. Ендігі сәтте ыңғайлы болу үшін тарелкаға ауыстырып алайық. Содан кейін сәбізімізді дәл сол секілді ұсақтап кубик тәріздес қылып турап дайындап аламыз. Бұл тағам көбіне жаздың кезінде баклажанның көп уақытында арасында тағам мәзіріңізді өзгертіп тұруға өте оңай ас мәзірлерінің бірі болып табылады. Дәмі сондай тіл үйіреді және өте жұмсақ болады. Әсіресе үлкен кісілерге жақсы тағам. Мінекей барлығын турап алдық. Енді сковородкамызға сәл сұйық майымызды құйып, қызғаннан кейін ең алдымен туралған пиязымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сәл қызарыңқырап қуырылып бастаған кезде фаршымызды саламыз. Фаршыңызды қалақшаның көмегімен немесе қасықтың көмегімен майдалап ыдыратып аламыз. Содан кейін сәбізімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде тұз бұрышыңызды татымына қарай салуды ұмытпаңыз. Және жақсылап араластырып, бір шай қасықтай томат пастасын салсаңыз, одан әрі дәмді бола түседі. Мінекей томат пастасын салудамын, жақсылап араластырамын. Ендігі кезекте 5-10 минуттайға бұқтырып қоямын. Бұл кезде сәбізіміз жұмсарып, жақсылап пісуі қажет. Сол уақытта пайдаланып, сиырымызды үккіштен өткізіп алайық. Содан кейін сәбізіміз сәл жұмсарғаннан кейін үстіне дайын тұрған баклажанымыздың ішкі жағын барлығын салып жіберетін боламыз және тағы араластырып 2-3 минут бұқтырсаңыз жеткілікті. Салмамыз дайын болғаннан кейін қалғаны оп-оңай. Мінекей салмамызды қасықтың көмегімен ортасы үңгілген, яғни ортасы тазартылған баклажанымыздың ішіне толтырып, молынан етіп салып шығамыз. Пешке салмай-ақ буы бұрқырап тұрғасын салмасын 1-2 қасығын жеп алдым. Бөлекте де дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып шықты. Мінекей барлығының салмасын толтырып шығудамын. Содан кейін сочный, яғни сулы, дәмді болып шығу үшін осындай бір шай қасықтай майонезді целлофан пакетке салып алып, басқа жағын тесіп, осылай үстіңгі жағына құйып шығатын боламыз. Содан кейін үккіштен өткізілген сырыңызды мол етіп орналастырсаңыз болғаны. Содан кейін қызып тұрған 180 градустағы пешіңізге бар жоғы 20 минутқа салып аласыз. Сол кезде астыңғы жағындағы баклажаныңыз да пісіп, жұмсарып, сыры еріп, өте дәмді ас қайналады. Қандай да ас болсын, осылай сырмен беткі жағын запекать еткен өте дәмді болып шығатын білесіздер ғой достар. Мінекей барлық жеріне сырды мол етіп салып шықтым. Енді пешке жөнелтемін. Мінекей достар, осылайша фаршированный баклажандарымыз да дайын болды. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.